бір орыс қызының басынан өткізген оқиғасы туралы айтып берген әңгімесі. Ата-анам әлі үйленбеген жас кезінде, енді ғана кездесе бастағанда, әкем анама кездесулерінің бірінде сурет сыйлаған екен. Көлемі шағын, қарапайым орман, өзен, сол сияқты табиғат бейнеленген сурет болатын. Неге екенін қайдам, бұл сурет біздің тоңазытқышта ұзақ жылдар бойы тұрды. Біз жиі көшетінбіз. Тоңазытқышымыз жаңа пәтердің қай бұрышында болса да, бұл сурет үнемі соның ішіне тұратын. Кейде мен оны жоғалып кетті деп ойлайтынмын. Бірақ мен үйді жинап талдай бастағанда, нан жәшігінің немесе гүл құмырасының артында жататын. Күндердің күнінде анам небәрі 35 жасында дүниеден өтті. Ол қайтыс болғаннан кейін әкем үшін өте қиын болды. Анаммен бірге өткізген сәттерді ойлап, ауруға шалдығып қалды. Әкем өте мықты адам болған. Осындай ауыр соққыдан аман қалып, іш сүзегінен сауығып кеткен адамға ұқсап, мен және інім үшін қайта өмір сүруге тырысты. Уақыт өте келе, мен бәрін өзім жасауды үйрендім. Дәл анам сияқты, әр аптаның сенбі күнінде ескі малютка кір жуғыш ұнтағымен кір жуатынмын. Көршілеріміздің көзінше балконға төсеніш пен көрпе жамылғысын жайып, әкеме жұмысына түскі асын әзірлеп, ініме бас көз болдым. Мен көршілеріме немесе өзіме бәрі бұрынғыдай болғанын және мұндай ауыр сынақты жеңе алатынымызды дәлелдегім келді ме білмеймін. Уақыт өте келе мен сабақты, үй жұмыстарын және құрбыларыммен кешкі серуендеуге уақыт табуды үйрендім. Кешке құрбыларыммен кездесуге шығуға дайындалып, айна алдында қалай боянып сыланып жүргенімді көрген әкем бір күні дәліздің екі жағына да қарама-қарсы үлкен айнаны іліп қойды. Бұл маған әлде қайда ыңғайлы болды. Үйден шығарда осы айнаға қарап, үсті басынды реттеуге болады. Біраз уақыттан кейін әкем басқа ерге үйленді. Ол сондай сабырлы, мейірімді, әкемді сыйлай білетін, бізді де ренжітпейтін әйел еді. Оның Аля атты қызы бар. Қазір онымен жақсы доспыз. Содан кейін 2008 жылы әкем қолын сындырып алды. Оны дәрігерлер дұрыс емдей алмады. Әкем қолының қатты ауырғанына шағымданып, гипсті жұлып алды. Дәрігерлер оның емдергісі келмейтініне және бір беткей қатал мінезіне шағымданатын. Сосын дәрігерлер қолын қайтадан гипстеп береді. Міне, осылай жалғаса берді. Ештеңе өзгерген жоқ. Тек бір жылдан кейін бір жақсы дәрігерге қаратып, әкемнің қол сүйегіне нерв тамыры қысылып қалғаны белгілі болды. Сол себепті оның ауырғанын білдік. Бірақ тым кеш болды. Әкем көз алдымда әлсіреп, қатты жүдеп кетті. Солай әкем де анамның артынан о дүниеге аттанды. Бұл жайт маған өте ауыр тиді. Бірақ амал қанша, тағдырдың жазуы осы болар. Әкем қайтыс болғаннан кейін мен інімді алып бөлек пәтерге көшіп кеттім. Бірер күннен кейін өгей шешемнің қызы Аля маған қоңырау шалып, әкемнің жерлеу рәсімінен кейін пәтерді жинап жатқанда қонақ бөлмедегі еденнен кілемді алып тастағанын және ол жерден бір түрлі конверт тауып алғанын айтты. Оның ішінде әжемнің, анамның, нағашы ағамның және әкемнің фотосуреті бар екен. Содан кейін олардың барлығының фотосуреттері бөлек-бөлек салынған екен. Осы фотосуреттер қасынан адамның бейнесі бар ескі алтын карта болды. Карта ойын картасы емес екені анық. Аля мұны көріп қатты шошып кетті. Біздің отбасымызға қара сиқыр жасалынды деп ойлады. Өйткені фотода бейнеленген адамдардың ешқайсысы бұл өмірде жоқ еді. Барлығы ерте қайтыс болып, бірінен соң бірі кетіп қалды. Мен бұл оқиғалардың барлығын бір-бірімен қалай байланыстыратынымды немесе не болжайтынымды білмедім. Көп ұзамай өгей шешемде әлсірей бастады. Аз уақыттың ішінде ол қатты арықтап жүдеп кетті. Дәрігерлер оның қандай аурумен ауыратынын анықтай алмады және оған диагноз қоя алмады. Нақты шағымдары жоқ, тек оның немен ауыратыны белгісіз. Аля бұл туралы маған ғана айтып, жасырын түрде көріпкелге барды.
көріпкел егде әйел екен. Отбасымыздың суретіне ұзақ қарап отырып, ақыры былай деді: осы адамдар тұрған пәтерде неге екені белгісіз айнадан дәліз жасалған. Бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі айна бір әйел үшін өзіндік есік болған. Бірақ ол әйел қайтыс болған. Оны бірдеңе ұстап тұр. Қандай да бір сурет. Оған ағаштар мен өзендер тағы бір нәрсе салынған. Ол әйел осы суретті, әлде сол суреттегі кездерді сағынғандықтан сол үйге жиі келеді. Мен осы сөздерді естігенде тұла бойымды қорқыныш пен үрей билеп алды. Себебі бұл сурет әкемнің анама сыйлаған суреті болатын. Әлгі көріпкел айтқан әйел менің қайтыс болған анам болғаныма деген ой келді. Мен Алядан тоңазытқышта кішкентай сурет бар ма деп сұрадым. Ол болса, иә бар, және ол сурет үнемі тоңазытқышта тұрғанын айтты. Өйткені тіпті әкем оған қол тигізуге де тыйым салған еді. Бірақ ол суретпен не байланысты екенін ешкім білмейді. Осы сөздерден кейін мен не істерімді білмедім. Ол суретті қоқысқа тастайын десем, әкем мен анамнан қалған естелік еді. Сосын Аля өзі және анасы үшін қатты алаңдады. Сосын мен оған суретті не істесең де өзің білесің деп айттым. Құрметті оқырмандар, көріп отырғаныңыздай, бұл оқиғаның соңы жоқ. Бұл отбасыға қара сиқыр жасалынған ба, әлде жоқ па? Сонда әкесі әлгі дәліздің екі жағына айнаны ілудегі мақсаты қайтыс болған әйелінің рухын бұл дүниеге өткізу үшін ілген бе, әлде жоқ па екені белгісіз. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.